қазақтың тілі байқасаң орыс тілінің аудармасына айналып кетті. Әр ұлттың өзінің сөз саптауы болады, сөз саптау. Ал қазір қазақтар ана журналистер орысшадан аударып береді, сол күйінде. Мысалы дейді, бұл бұйым сұранысқа ие дейді. Сұранысқа ие. Бұл орысшаның аудармасы. Сосын бар тек біраз осы бағындырды, асуларды бағындырды, орысшаны покорил деген сөзді. Ол қазақша болмайды, бағындырып келді. Ана бір қыз бар Канн фестивалында бір жеңімпаз атанып еді, барып та Европаны бағындырды дейді. Ол не деген сөз? Ол Шыңғысхан ба, Наполеон ба, ол кім ол соншама? Юлий Цезарь ма? Бағындырып келетін бәрін бірдей. Қуаныш сыйлады дейді. Ол не деген сөз? Қуаныш сыйлады. Оны орысшадан аударып. Енді ол мына телевидениенің бір жаман жері, ол кітап оқыған адам мына ойланып, ана жаңағы талға салып отырады. А мына теледидардан көргенде ол бірде миға ұрады, ана теледидардан естіген сөзін сол күйінде қайталап айтады. Мысалы жаңа сұранысқа ие, бағындырды, тағы не, жаңағы қуаныш сыйлады, лимонадтық көңіл күй сыйлады деген сөз шықты кеше. Лимонадтық көңіл күй сыйлады. Орысшадан аударып сөйлейді, қазір қазақтың тілінің құрғаны сол. Онымен қоймай біреулер жанұя, күйеуін жолдасым дегендерді шығарды. Солай болды. Ұлтты жоюдың жоспары үш тұғырлы емес, тіл емес, екі тілдің өзі. Мен саған мысал келтірейін, Әйгерім. Мына Ұлыбританияда кім? Дэвид Кристал деген атақты ғалым, тіл маманы, өзі тарихшы, Уэльс аймағы, Ұлыбритания. Сол Дэвид Кристалдың айтқаны бар. Бір ұлтты жойып жіберу үшін, оны қырып жойып, оқ атып, өртеп, асып, бомбалап өйтпей-ақ дейді. Ана сол ұлттың тілінде екі тіл, қос тілділік деген кісі екі тілділік. Ол ұлт бара жойылып кетеді дейді. Өйткені ана үстем ұлттың тілі, мысалы бізде үстем ұлттың несі, үстем тіл орыс тілі ғой, орыс мемлекет, орыс үстем мемлекет. Өйткені дейді, ана үстем ұлттың мемлекеттік тілі, ана өз азғантай ұлттың тілін жаймен жеп, әуел соған ішіне кіріп араластырып сөйлейтін болады, сөйтеді да ұлт өзін-өзі жойылады деді. Қос тілділік. Енді біздің билік қасындағылар ол қостылдылық аз болғандай, бұрын қостылдылық қосқанатың дейтін еді, енді үш тұғырлы тіл дегенді ойлапты. Мұның бәрі сіз білесіз ба? Мен басымды кесіп алса да айтайын, мұның бәрі қазақ халқына қарсы әлде біреулердің жасап отқан дұшпандығы, таза дұшпандық. Қазақты жоюдың неше түрлі жолдарын жасап жатыр қазір. Ол кімнің тапсырмасы, қай елдің тапсырмасы, қандай бір ұйымдардың тапсырмасы, оны мен білмеймін. Бірақ қазаққа қарсы ең бір қатерлі нәрсе осы үш тұғырлы тіл. Біздің халық деген өзі на поводу политики жүре береді, саясаттың жетегінде жүре береді. Сол ойбай көп тіл білген пайдалы деп сөйлейді қазақтар қазір. Неге ана көшеде орыстар неге көп тіл білген пайдалы? Осында тұрып жатырмыз ғой, біз қазақша үйренейік, ең болмаса екі тіл деп. Олар неге айтпайды? Көп тіл білген пайдалы қазақтар сөйлейді, сосын бүй дейді. Кеш асханаға барсам, бір қыз атымды айтайын. Бір Айдана деген қыз тамақ көреді маған. Аға дейді, мен ана борщ бер десем айтады, полный ма, половина ма дейді. Сосын половина емес, айналайын, маған жарты дедім. Мен өзім білем қай тілде сөйлесем. Біз зайырлы мемлекетпіз дейді, көрдіңіз, ана біздің әбден халықтың санасын әбден улап тастаған зайырлы мемлекет, демократия, толерантность деп. Ана қыз столовыйда ыдыс аяқ жуып тамақ көрген қыз айтады, біз зайырлы мемлекетпіз, мен қай тілде сөйлесем де өзім білем деді. Сосын айтпай, айналайын, Айдана дедім. Қызыммен жас болғаннан кейін қатты айта алмадым. Айналайын, Айдана дедім. Зайырлы мемлекет деген дұрыс шығар деді. Мысалы Ресейде 400-ден астам ұлт тұрады дедім. 400-ден астам ұлт тұрады. Қазақстанда өзің 130 деп жүр, 130 емес ол. Ресейде 400-ден астам ұлт тұрады. Соны сен Ресейге барып, мен өзім қай тілде сөйлесем өзім білем деп айтып көрші, сен басыңда ана борышқа басыңды тығып жібереді, сосын ары қарай не істейтінін Құдай біледі өзіңді. Сөйтеді халықтың санасы әбден. Үш тұғырлы тіл деген қазақты жоюға арналған үлкен сұрқия жоспар. Өйткені айтайын ба сізге? Сонда кім, біздің қазақтың биліктегілер не Жапониядан озып кетемін деп отыр ма? Дүниежүзінде ең озық мемлекет жапондар, баласы 14-15-ке келгенше басқа тілді оқытпайды Жапонияда, үйретпейді. Өйткені сосын 14-15-ке келгеннен кейін ғана өзіне керек болады деген адамдар шетел тілін оқиды. Айтса өз тілінде. Мінекей. Ол кішкентай. Сосын Әбу Бәкір Кердері деген шайыр болған, керемет ақын. Ғұлама, мен сол кісіні абайдан кем көрмеймін. Артық көрмесем кем көремін. Әбу Бәкір Кердері былай дейді. Ол сонда ана заманда
1913 жылы қайтыс болды. Сол кезде бүй дейді. Сол кезде мына Ресейдің тілі бізге келіп жатқан ғой. Сол кезде ол қақсады. Мынандай өлеңі бар. Бісміллә деп бастасам, тілге жәрдем бере көр, тіл жаратқан жалалым, жанға жәрдем бере көр, жан жаратқан жалалым деп тіл туралы сол кезде 13-12 жылдары сол айтып кеткен. Өйткені мына қазақтың осындай жағдайға жететінін солар сол кезде білді. Сол Әбу Бәкірдің тағы данышпандығы былай дейді. Тіл екеудің дін екеу дейді. Тіл екі тілде сөйлейтін адам дінде екеу болады. Өйткені ол кішкентайынан ана өзінен гөрі үстем тіл, мысалы орыс тілін үйреніп өткен адам, оның ар жағында бір ой тұрады. Менен гөрі ана орыс күштілеу, менен гөрі орыс мықтылау, олар мықтылау, не ағылшын мықтылау деген. Сонда ол таза өз ұлтының адам болмайды деген. Кішкентайынан екі тілде, үш тілде сөйлеген адам өзінің ұлты болмайды. Ол бір мәңгүрт та жаңа дүбәра ма сондай бір нәрсе болып шығады. Оған ұлт дегеннің керегі жоқ. Мен айтайын, мына Олжас Сүлейменов ағаң, иә, бажетті кісі, бажетті қалатындар бажеті берсін. Мен Олжас Сүлейменов, мысалы, мен білмеймін, оның қазір орысқа да керегі жоқ. Оны орыс деп айтпайды, қазақ деп айтпайды. Оның кім екені белгісіз мінекей. Сондай адам. Қазақ мәңгүрттеніп бара жатқан жоқ, қазақ мәңгүрттеніп болып қалды уже. Кеңес заманында да мынандай емес еді. Қазір кейбір ашық зерттеулерге қарағанда 91 жылдан кейін туған жастар қазақтың 70%-дан астам орысша сөйлейді екен. Мінекей кеңес заманында ондай болған жоқ. Өйткені ол кезде ауылда тұратын қазақтар орысша білмейтіндер көп еді. Қазір ауылдың бәрі қиратты, келе сала ауылды жоқ қылды, бәрі қаңғырып қала кетті. Қалада амал жоқ, орысша үйренетін болды. Қазақ мәңгүрттенді. Мәңгүрттендіріп отқан телевидение. Қазақстаннан басқа бірде-бір мына көршілес республикаларда мынандай орысша телеарналар жоқ. 15-20 минут берсе береді, бермесе бермейді. Ал енді оны мәңгүрттеніп болды қазақ, шынын айтқанда. Ешқандай өзгеріс жоқ? Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Тіл бұрынғыдан да нашарлап барады. Оны жасырудың керегі жоқ. Ал енді Ислам Карим Қазақстанға келгенде баяғыда бүйтіп, мынау сіздерде бәрі орысша ғой, мынау қалай деген ғой. Сосын біздің бір билік басында біреу айтады дейді. Ой, біз биыл мына қазақ тілін дамытуға, ана мемлекеттік тіл дамытуға пәленбай миллион ақша бөлдік депті. Сөйтсе Ислам Карим күледі дейді. Оған тіл дамытуға, ұлттық тіл дамытуға ақшаның не керегі бар? Оған заң көреміз ба дейді. Заң. Сосын бір сұмдық жері бар бізде. Бүкіл лингвистикада жоқ. Не деген, жаңа халықаралық тілде, ұлтаралық тіл деген жоқ. Біз ұлтаралық тіл, орыс тіл деген ойлап таптық, ресми тіл деген. Ол ешбір лингвистикада жоқ сөз ол деген. Оны кім ойлап тапқан біле? Мұның бәрі қазаққа қарсы жасалып отыр. Одан кейін үш тілдік деген де жоқ. Ол тіл құрып баратыр. Мына күйменен ешқандай үміт жоқ қазақтан. Үміт жоқ. Мына тіл үміт бітуге жақындап қалды уже.